Қыз жібек фильмі Сұлтан Ахмет Қожықовтың режиссерлігімен 1970 жылы шыққан көркем туынды. Сценарий авторы Ғабит Мүсірепов. Фильмнің басты ерекшелігі музыкалық сахналардың көптігі. Режиссердің шеберлігі деп, жібектің гүл теріп жүргенде бір қолымен қамшы, бір қолында гүлдің болуын, отаудың ішінде моншақты шашып жіберуін, садақ тартарда қалың қолан шашын көзіне байлаған сюжеттерді айтар едім. Оператордың жұмысын бағалар болсам, жылдам түсірілген кадрлар өте көп. Және сюжетте адамдардың қозғалысы жиі қайталанған. Фильмнен мынадай детальдарды байқадым. Қаралы хабарды, жау шапқыншылығын көрсеткенде, жайықтың толқыны, аққудың мазасыздығы да көрсетілген. Бұл табиғатпен параллелизм, яғни егіздеу. Туындының негізгі идеясы қыз жібектің трагедиялық өмірін суреттей отырып, қазақтың жауы қазақ екендігін, бірлік болмаса ұлтымыздың тағдырының қараңғы екендігін көрсету. Қансыраған елімізге қызықпай ма екен? Күсік көзді қиғаш қабақ, көршің бар бір-біріңді. Тістесе, бақсының құмалағындай шашылып кеткен еліміз бар. Күннің шығысынан батысына дейін созылған ломбайтақ жеріміз бар. Сыймай жүрсек екен ау. Сый салмай жүрміз ғой. Елім менің, сенің күшің ауыз бірлікте. Үш туыңды қисайтпа депті ғой. Үндеу тастаушы кейіпкер ретінде Төлегеннің образы алынған. Қазақ халқының бойында бар сатқындық, көр алмаушылық, опасыздық сынды қасиеттер Бекежанның бойына топтастырылған. Фильмнің артқы фондағы музыкалар сәтті таңдалған. Төлеген, Бекежан образдары көрерменді сендіре білді. Қайран қазағым-ау, дүниеден алар, бар еншің, осы мет. Қыз жібек қазақ қыздарына тән өжеттік пен сұлулықтың символына айналды. Қыз жібек көркем фильмі қазақ киносының алтын қорында алтын әріптермен жазылып қалған бірден бір үздік туынды.